Тау-кен самұрықтың қарапайым тілмен айтқанда келбеті қандай? Мысалы, біз білетін басқа да алпауыт компаниялар бар, қазба байлықтарын игеруші. Енді осы орайда Тау-кен самұрықтың түпкі мақсаты не? Мысалы, ол жобалардың тікелей жергілікті халыққа әсер ететіні рас? Нақты бір проблемалар бар. Бірақ ол жобаларды қазір әйтеуір алға іске асырып жатырмыз. Яғни біз Тау-кен саласындағы белгілі бір жобаларды дамытуға, белгілі бір бағыттарды дамытуға үлесімізді қосамыз деп. Жоғары сапалы портфельдер жаңа активтер болу керек деп. Соған байланысты қазір жұмыс істелініп жатыр. Енді қазіргі концепция бойынша біз өзіміздің портфелімізде көптеген жобаларға жаңағы шетелден және жергілікті инвесторлар тарту мәселесі. Мысалы, қазір Қазақмыспен жұмыс бастап жатырмыз. Одан кейін Қытай Халық Республикасының ірі компанияларымен, Түркиядан ірі компаниялар келіп жатыр. Жаңа Таяу Шығыстағы араб компаниялары келейін деп жатыр. Тау-кен барлау саласына үлкен инвестициялар тартылмай, Тау-кен саласын дамыту мүмкін емес. Енді ол барлау саласына жаңағы жеке ірі компаниялар ақша салайын десе, олар жаңағы кішкене тәуекелдерге қарап кішкене шектеп отыр өздерін. Сондықтан самұрық қазына қоры бұл мәселеде қолдау көрсетіп отыр. Бұл жерде жаңағы неге барлау саласына бару, үлкен барлау саласына үлкен қомақты инвестициялар тарту мәселесі. Екінші мәселе бізде ең үлкен мәселе Тау-кен саласындағы бұл бізде ғылыми технологиялық орталық жоқ. Бізде жаңағы ғылым саласы бұл салада өте деңгейі өте құлдырап кеткен. Бүгінгі күні ол ғылыми технологиялық орталық дегеніміз не? Бұл халықаралық аккредитация, сертификация өткен лаборатория. Жоғары деңгейлі. Жаңа инвесторлар сенетін, банктар сенетін, мойындайтын, халықаралық компаниялар мойындайтын. Екінші, бізде тесттік орталық керек. Тесттік орталық дегеніміз бұл жаңағы кішкентай заводтар мен фабрикалардың Тау-кен саласындағы, солардың кішкентай ғана модулі. Яғни жаңағы лаборатория өткізгеннен кейін, одан кейін жаңағы кенді алып, тесттен өткізу. Біз бүгінгі күні осының бәрін шетелге шығарып жатырмыз. Шетелге апарып, әкеліп, өзіңіз ойлаңыз қаншама шығындар кетіп жатыр. Сол тесттік орталықты жасап, ол жерде біздің ғалымдарды тартатын болсақ, барлық Қазақстандағы барлық компанияларға біз өзіміздің жаңағы қызметімізді ұсына аламыз. Оның бәрі әрине инвестициялар қайту керек бұл мәселеде. Одан кейін үшінші мәселе бұл керін сақтау. Жаңа бұрғылаудан шыққан керіндерді сақтайтын жері жоқ қазір бүгінгі күні Қазақстанда. Сондықтан бұл мәселені біз осы ұлттық технологиялық орталықтың мәселесін осы тіреп отырмыз. Бүгінгі күні біз үкіметке самұрық қазына қоры өзінің арнайы ұсынысын жіберді. Біз қазір үкіметтік ұйымдармен сол бойынша бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Енді осы жылдың ойлап отырмын, осы жылдың аяғына дейін ол туралы біз өзіміздің жеткен жетістіктерімізді айтамыз деп ойлаймын. Бұл жерде енді халықтың ашығын айтқанда фобиясына келсек, бірінші фобиясы ол қорқыныш, Қытай басып кетеді деген ашығын айтқанда үрей бар халықта. Бірақ мен түсінгенім талап инвесторларға бірдей ғой. Және бұл жерде нақты квота белгіленбей ма? Бізде Қарағанды облысында жоғары қайрақты жаңа солтүстік қатпар деген екі кен орны бар, вольфрамның. Ол Кеңес одағы кезінде табылған, бірақ одан кейін геология аяғына дейін жасалмаған. Біз соның геологиясын аяғына дейін жасадық түгелімен. Бұл жерде екі мәселе бар вольфрам саласында. Бүгінгі күні Қазақстанда 1 грамда вольфрам өндірілмейді. Бүгінгі күні. Екінші мәселе, ол кен орындарында вольфрамның жаңағы жердегі құрамы өте аз. Өте аз үлесі. Сондықтан оны өндіру бізде ондай технология жоқ. Ондай технологияны жасайтын жаңағы тестілеу орталығы жоқ.
ғылыми қолдау жоқ ол жағынан. Үшінші мәселе, вольфрамды өндіргеннен кейін оны сату мәселесі бар. Өйткені нарықта бізді жаңағы құшағын ашып күтіп отқан ешкім жоқ. Осы мәселелерді біз ойлай келе, бұл жерге біз өзімізге стратегиялық партнер іздеп бастадық. Сонымен дүние жүзінде бірнеше компаниялармен, ірі компаниялармен жұмыстар жүргізілді. Соның ішінде біз Қытай Халық Республикасында Сямен Тангстен деген компаниямен келісімге келдік. Ол компания вольфрам өндірісі бойынша бүкіл дүние жүзіндегі лидер болып есептелінеді. Ол жаңағы жария компания, Шанхайдағы биржада акциялары сатылады. Содан ол кісілермен өте көп жұмыстар жүргіздік, келістік. Сондықтан сол Сямен Тангстен компаниясын Қазақстанға әкелу мәселесі. Бұл жерде біз жерді де, жердің қойнауында сатып жатқан жоқпыз. Сол жердің қойнауына контрактысы бар жаңағы пайдалану контрактысы бар компанияға үлеске кіріп жатыр. Яғни бұл жерде ешқандай ондай әлгі байбалам салатындай жағдай жоқ. Қытай компаниясы бізге не береді? Біріншіден технологиялар. Жаңағы былайша айтқанда бүгінгі күні өндіруге келмейді деген кен орнын өндіруге мүмкіншілік береді. Екіншіден жаңа сату мәселесі, ертең дайын өнімді. Біз егер жаңа Қытай компаниясымен келіскен жобаны жүзеге асыратын болсақ, Қазақстан, ойлаңыз, бүгінгі күні 1 грамда вольфрам өндірмейді, а ертең біз вольфрам өндіріп халықаралық нарыққа шығаратын нөмірі 2 мемлекет боламыз. Сондықтан бұл жерде алатын пайда көп. Одан кейін Қытай мамандары келеді, басып қалады дегенге байланысты айтылатын нәрсе. Ол жерде өзінің квотасы бар. Мемлекеттік заңдармен реттелетін өзінің реттері бар. Қанша адам келеді, қалай болады. Енді Қытай компаниясымен келісім бойынша құрылыс кезінде көбірек адам болады, ал одан кейін арғы пайдалану мәселесінде Қытай мамандары шектеулі ғана болады. Бір ары кетсе бір 20-30 адам. Қалған бір 5000-ға жуық адам, ол жергілікті халық, жергілікті адамдар жұмыс орнына тартылатын болады. Бұл енді нақты жеткізілген келісім. Бұл енді адамдарды қаншалықты оқытып дайындап үлгереміз, соған байланысты. Ол жөнінде біз жаңа әкімшілікпен де өте үлкен жұмыстар істеп жатырмыз, Қарағанды облысының. Сондықтан енді бұл Қытайдан қорқа бергеннен ештеңе шықпайды, ол көршіміз ғой. Енді бізде өзіміз әлгі көршімізден қорқамыз деп есік-терезені жауып тастамаймыз ғой. Олармен сөйлесу керек, жұмыс істеу керек. Қытай дүние жүзінде бүгінгі күні ең бірінші, нөмірі бірінші инвестор дүние жүзінде. Сондықтан енді олардың Қазақстанға салып жатқан инвестициямен, мысалы Африка мемлекеттеріне салып жатқан инвестицияны салыстыратын болсақ, өте аз мөлшер. Сондықтан ол жерде әлгі қорқып, әр нәрсеге байбалам салудың қажеті жоқ. Оның бәрі бақылауда, оның бәрі тиісті келісімдермен, тиісті заңдармен реттелетін болады. Бізде ең басты өзіміздің жаңа мүддеміз бар, ол компанияның мүддесі бар. Мысалы, сондықтан ол жерде бәрі келісіліп істелінеді. Уақыты мерзімі нақты бар ма? Бүгінгі күні біз жобаны енді Қытай компаниясымен әлі бұл мәмілені аяқтаған жоқпыз. Енді бастадық. Қазір басты шарттардың бәрі келісіліп жатыр. Сондықтан осы жылы біз шілде айына қарай олармен нақты келісімге келіп, солармен қол қоятын боламыз деп ойлап отырмыз. Одан кейін енді біздің өзіміздің қазіргі бүгінгі ойлап отқан графиктер бойынша бұл жоба 2021-2022 жылы басталады. Өндіру мәселесі. Бұл жерде жай ғана вольфрам концентрат емес, кәдімгі паравольфрамат аммоний деген жаңағы соңғы продукция шығатын болады. Яғни бұл жерде кен байыту ғана емес, бұл жерде завод салынады.